Мен Қожин Өлен Саматұлы 1986 жылы Ұлытау облысы Жаңғырық ауданында дүниеге келдім. Көпбалалы отбасында 5-ші болып дүниеге келдім. Әкем Самат Қожин Жаңа Арқа ауданы Қарағаш елді мекенінде ұзақ жыл қызмет атқарды. Анам Матенова Гүлбарам ұстаз мектепте сабақ берді ұзақ жыл. Мен өзім 2012 жылы отбасы құрып, жұбайым Мақпал, екеуміз өмір сүріп келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда 4 кішкентайымыз бар. Қазіргі таңда спорт саласына келетін болсақ, 3-ші сыныптан бастап қазақ күресі, самбо күресі, дзюдо күресімен айналыстық. Осы уақытқа дейін қиыншылық уақыттар да болды. Жеке бапкерім Тынысбаев Сұлтан Кәрібайұлы Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы. Сол кісінің себепші болды бізде. Сол кісінің арқасында Қазақстан чемпионы болдық. Қазақ күресінен спорт шебері атандық 2011 жылдары. Одан бертінде осы дзюдо күрестен әлем чемпионатында күміс жүлде алып, дзюдо күрестен халықаралық дәрежеде спорт шебері атағын алып, осы таңда Аллаға шүкір жаттығып жатырмыз. Қазіргі таңда Жаңғырық аудандық спорт мектебінде дзюдо күресінен жаттықтырушы болып қызмет атқарам. 15 жыл болды қызмет атқарып жатқаныма. Сол біраз шәкіртті де тәрбиеледік. Қолдан келгенше жақсы жетістікке жеткен шәкірттеріміздер бар. Енді жастарға айтарым, спорттың қай саласы болсын, әркім өз ыңғайына қарай дейді ғой. Қандай спорт болсын, қазір спорт көтеріп жатыр ғой. Спортқа келгендерін шақырам жастарға. Спорт деген денсаулық, спорт деген тәлім тәрбие береді. Спорттың өте пайдалылар көп. Сондықтан жастарға босқа уақыт өткізбей спортпен шұғылданғаннан сұраймыз, қолдан келгенше. Сол бәріміз де сол қуанамыз. Жастарда артымызға еріп жатқан бауырларымыз, қарындастарымыз спортпен шұғылданса, еңбек етсе, бір нәрсені басын бастап аяқ салдырмай, соңына дейін еңбек етсе, нәтиже болады деп үміттеміз. Сондықтан спортпен шұғылданайық. Қазір енді біздің спорт мектепте дзюдо күресі, самбо күресі, қазақ күресі, және де бокс спорт түрі, бокстан, футболдан, теннистан, әртүрлі спорттардан жаңағы орындар бар. Сондықтан бізде тегін барлығы қазір. Аллаға шүкір, сондықтан тегін нәрсеге келіп қатысқанымыз дұрыс болады оларға айтатынымыз, жастарға айтатынымыз. Қазіргі таңда дзюдо күресінен олимпийский вид қой, дзюдо күрес. Шәкірттеріміз Алла қаласа Қазақстан, Азия, әлем чемпиондары болып, олимпиадаға жолдама алып, олимпийский чемпиондар шығарсақ деп ниеттеміз. Сол Алла соған нәсіп етсін енді. Өзіме келетін болсам, алға қойған мақсаттардың бірі дзюдо күресінен Қазақстанға еңбегі сіңірген жаттықтырушы дәрежесін алу. Құрметті жастар, сіздер еліміздің болашақсыздар. Сіздерге елімізге жанашыр болуға, спортқа жақын болуға шақырамын.